бұйырса биыл құдай қаласа мынау мұсылманның екінші мейрамы құрбан айт мейрамы қарсаңында тұрмыз иншалла. Бұл Алла қаласа биыл мынау шілденің 9-ына түседі екен. Жалпы 3 күн ораза, 3 күн айт деген осы құрбан айт негізінде. Ораза айт 1 күн, құрбан айт 3 күн. Құрбан айт. Сол 3 күн тойлайтын мейрамымыз келе жатыр. Жалпы мұсылманның 3 мейрамы болса, біріншісі жаңағы ораза айт, екіншісі құрбан айт, үшіншісі жұма күні. Әр аптада келіп тұратын мейрамдарымыз. Бұл енді құрбан айт, құдай қаласа мына жақындап таяп келе жатыр. Енді құрбан айтқа байланысты біраз сұрақтар түскен екен. Соның бірнешеуін кішкене басын ашуға дұрыс көрдік. Құрбандыққа не шалынады? Құрбандыққа шалынатын мәселе ол жаңағы 4 түлік мал дейді ғой қазақ тілінде. Сол хадисте айтылған малдың түрі ғана шалынады. Өйткені хадисте жылқы айтылмаған ол жерде, жылқы жоқ құрбандықта. Құрбандықта түйе айтылған, қара мал айтылған, қой айтылған, ешкі айтылған. Жаңағыда кейде сұрайды, мысалға қой союға шамам келмейді, тауық сойсам бола ма дейді. Жоқ, тауық жарамайды. Жұмыртқадай садақа қылып айтқан жұмыртқаны біреуге берсем, жоқ, ол да өтпейді ешқайсысы. Құрбандыққа айтылған жаңа 4 малдың біреуі ғана. Түйеге немесе қара малға 7 адамға шейін бірігіп шала алады. Бірақ өрде бір шарт бар. 7 адамның да ниеті бір жерден шығу керек. Мысалы, 7-дің ішіндегі 6-ы Құдай үшін құрбандық шалып жатырмын деген ниетпен шалып жатыр да, ішінде біреуі ниет қылып жатыр, жақсы ол үйде ет таусылған еді, ет алатын болдым ғой деген ниет болса, ол да құрбандық емес ол кісіде. Соның сол ниетімен қалған 6-ның да ниесі бұзылып кетеді да, өзі сол жері сәл қауіпті. Егер онда өзі сияқты ниеттес адамдар табылмаса, ұсақ-түйек малмен де құрбандық шалына береді. Бірінші айтатын болса, құрбандық шалу міндет па, міндет емес па? Осы мәселені бір қарап алайық. Құрбандық шалу кімдерге міндет? Жағдайы бар кісілерге құрбандық шалу міндетті түрде шалыну керек. Және зекет беруге шамасы жоқ, бірақ күнделікті жұмыс тіршілігі бар. Әйтеуір азын-аулақ жалақысы бар, бала-шағаға жететін бір айлық өзінің бір нафақасы бар адамдар бар да. Бірақ зекет беруге әлі жағдайы жоқ адамдар. Оларға да беру міндет. Құрбандық шалу міндет емес, кімдерге? Бір күндік жейтін тамағы бар, міскін деп айтылады деді. Пақыр деген күнделік жейтін тамағы бар, бірақ зекет бере алмайтын адамдарда пақыр деп айтылады. Ал міскін деген бір күндік қана жейтін тамағы бар кісілер. Холодильникте ешнәрсе жоқ. Таңертең жұмысқа кетеді, кешке шейін таш кетірсе де үйге ақша алып келеді, азық алып келеді. Соны бәрі бала-шағасымен қуырып жеп алады да, болды, ертеңге қайттан азық-түлік жоқ. Сондай адамдарды міскін деп айтады. Сондай міскіндерге міндет емес құрбандық шалу. Енді ол жаңа айтылғандай оның үкімі уәжіп, міндет. Құрбандық шалу бір жылда бір мәрте 365 күнде келетін үлкен бір мейрам. Құрбандық шалумен адамның ризығы азайып қалмайды. Және онымен қойды азайып қалмайды. Өткен жыл бір бауырымыз соны халыққа осындай бір үндеп айтылды. Құрбандық шалынбай қойсын биыл. Мына пандемия жағдайында деді, мынандай жауын жаумастан, шөп шықпастан малға, шаруаға қиыншылықтар болып жатыр деп бір бауырымыз сөйледі. Соған биыл кішкене доғара тұрсақ, кішкене қойдың басы құралса, оның сөзі бойынша былайша айтқанда құрбандық шалынбаса, кішкене қойдың басы биыл құралған еді, азайып қалмасын деген тонмен сөйлеп берді жаңа жігіт. Жоқ, ондай емес. Олай айтуға болмайды. Өйткені Алланың ризығы бітпейді. Алла субхана ва тағаланың қияметке шейін қой деген жануарды жаратты ма, оны ешкім тауса алмайды. Қияметке шейін Алла тағала өсімдіктерді өсетін қылып қойды ма, ол өсе береді. Әйтпесе әлемде ешкім нақты былай көңіл бөліп, мынандай өсімдіктің тұқымы жоғалып кетпесін ешкім оны тексеріп жатқан жоқ. Әр жылы сол өнімдерді шығарып жатқан кім? Алла субхана тағала. Сол сияқты мынау мал өнімдерінің түрлерін қияметке шейін Алла тағала оны бар қылып қойғанда, ол азаймайды, ол жоғалмайды. Демек, бәлкім құрбандық шалу деген нәрсе бұл малымыздың басына берекетті жинап алу деген сөз. Құрбан деген сөздің мағынасы қариб деген сөзден шығады. Қариб деген Аллаға жақындау деген сөз. Яғни Алла жолында сол малыңның біреуін шалу арқылы қанын шығарып Аллаға жақындайсың. Бұл шариғатымызда рұқсат етіліп, бәлкім міндет қылынған амалға айналып кетті. Ол құрбанды кім шалатын жаңа айттық, жағдайы бар кісілер, немесе зекет бермесе де, бірақ соған жақын жүрген адамдарға уәжіп болады. Бірақ оны кімге беріледі? Ол жаңа міскіндерге беріледі. Пақыр міскіндерге беріледі. Олар сол басқа уақытта ет жей алмаса, бірақ сол уақытта етті жеп, осы діннің арқасында, діннің мейрамның арқасында
Алла субханала тағаланың мына жомарт байлар мен міскіннің арасында және бір көпір секілді бір рөл атқарады да ол құрбандық деген нәрсе. Және жаңа айтылғандай малдың басы азаймайды, керісінше малдың басын құрап, малды берекеттендіретін жолдың бірі ол. Құрбандық шалу. Одан кейінгі мәселе сол құрбандық шалу, енді жаңа айттым, биыл 9 шілдеге келіп түсіп жатыр Алла қаласа. 8 шілде Арапа күні деп айтылады. Арапа қазақша. Араб тілінде Арафа, яумина Арафа дейді. Сол Арафа күні биыл сол 8 шілдеге келіп түсіп жатыр ол. Бүткіл қажылар, сол үлкен қажылыққа барған қажылар, енді Алла жеңілдік берсін. Биыл Алла қаласа елімізден сол 3000-ға жуық қажылыққа, сапарға аттанады, Құдай қаласа, жерлестеріміз, отандастарымыз. Олар сол Арафат тауында болады. 8 шілде күні бүткіл қажы Арафат тауында болады. Олар кешке дейін сол жерде құлшылықпен айналысады, дұғамен айналысады. 2 намазды қосып оқу сол жерде ғана. Қазір кейбір мынау салафи бауырларымыз дейміз, тағы басқа бауырларымыз дейміз. Кейде соны халықтың арасында таратып жүр ғой. 2 намазды қосып оқысаң болады, сапарда жүргенде деп. Жоқ, сапарда болмайды. Сапарда расасам намаз оқыған. Бірақ имам Тирмизиге келген хадисте Айша анамыз жеткізеді. 5-інің кешіктіретін еді уақытын, соңғы уақытына кешіктіріп барып оқитын еді дейді. Асырды әуелгі уақытында оқыған еді дейді. Оны усул фиқ ғалымдар айтады, 2 намаз былай қосып оқыған секілді көрінді. Бірақ әр намаз өз уақытында оқылды дейді. Мысалы, қазір сағат 1-ден кетеміз, Алматы уақытымен 5 намаз кірсе, дәл сол 1-ден кете асыр намаз оқыған деген риуаят жоқ ешқандай. Онда тек қана Арафат неде ғана? Арафат жазығында қажылықтарға ғана рұқсат амалда ол 2 намаз қосып оқу. Енді айтқым келгені, сол Арафатта тұрған қажылар ол күні ораза ұстамайды. Бірақ елде қажылыққа бара алмаған елде отандастарымыз дәл сол күні шаруасымен айналысып жүре берсін, жұмыстарында кәдімгідей, бірақ ораза ұстасын. Оның уақыты таң намазға 15 минут қалған кезде сәресін ішіп аяқтау керек, сәресіні. Ал күн бата салысып, ақшам намазы кіре салысымен аузын ашады. Дене осы жақта, бірақ жан, тән осы жақта, жан, рух ар жақта. Яғни жаңағы Арафаттағы қажылармен бірге ниеттес болып, олармен де сауап алу мүмкіншілігі бар да шариғатымызда. Яғни елдегі адамдар ораза ұстайды. Ал қажылықта жүрген кісі ораза ұстамайды. Олар сол жақта 2 намазды қосып оқып алады да, 5 мен асырды, ақшамен құптанды, Музалифада оқиды. Кешке дейін былайша айтқанда Арафат жазығында дұға қылуға мүмкіншілік жасап берген шариғатымыз. Енді айтқым келгені, сол Арафа күні елімізде оны кей жерлерде Арапа күні дейді, кей жерлерде ис шығару күні дейді, кейбір жерлерде шек беру деп айтылып жатыр. Шек беру. Шек беру деген не ол? Мысалы, құрбан болған, жаңа қайтыс болған ата-бабаларымыз бар ғой. Біреудің әкесі қайтыс болған, біреудің анасы қайтыс болған, біреудің тағы атасы. Соларды сол шек беру күнде бір кісілер уақытысында сондай ұсыныс айтқан болуы мүмкін. Кіріп кеткен сол нәрсе. Арапаға бір күн, жаңа құрбан айтқа бір күн қалған күні шек береді. Тур жаңағыдай жүйеде құрбандық шалады. Қой немесе үлкен қара малды шалады да, соны жаңа марқұм болған атасының атынан, әкесінің атынан, немесе анау ағасының атынан соны таратып садақа береді. Соны шек беру деп айтады. Енді айтқымыз келіп жатқаны маман ретінде, былайша айтқан кезде қазақта сөз бар ғой, бір оқпен 2 қоян аты деген мәселе бар да. Ақыры шалады екенсің. Шынымен бір мал шалынайын деп жатыр құрбандыққа. Бір күн арысы беріс дейді ғой қазақ. Мысалы, ертең құрбан айт болса, бүгін шек күнде демек, бүгін Арафа күні. Дәл осы күні егер сойылса қазір мал, ол құрбандық есептелінбейді. Оны қалай келтірсе де келмейді ол. Расулаллах айтқан, айт намазға дейінгі шалынған мал ол ет болып қалады деген. Құрбандыққа өтпейді деген. Құрбан айт намаз оқылады. Айт намаздан кейін ары қарай 3 күннің ішінде сойылған малды ниетіне қарай құрбандыққа есептелінеді. 3 күн. Демек жаңа сол шек деген нәрсені мен айтқым келгені, соны бір күнге сырсады мына жақ қарай. Жаңа құрбан айттың бірінші күні орындасын. Бірінші күні мүмкіншілік болмаса, екінші күн немесе үшінші күні. Әрі сол марқұм болған әкесіне соның сауабын жолдай алады. Әрі құрбандық биыл шалды деген уәжіп мойнынан түсіріледі ол адамның. Әрі бала шағасының басының амандығына кепіл болады келесі жылға шейін сол шалған құрбандық иншалла. Өйткені қан шығару деген нәрсе бұл отбасымыздың амандығына кепілдік та бұл нәрсе. Расулаллах айтады, шамасы келе тұра құрбанды шалмаған адамдар біздің намаз оқитын жерімізге жақындамасын деген. Яғни біздің үмбетке жақындамасын деп жатыр Расулаллах.
Демек, құрбанды шалу әрқайсымызға уәжіп болады. Бірақ сол құрбандықты жаңа айтылғандай өзінің жол жорығы бар да. Сауапта кенелетін, әрі шариғаттың талаптарына орындай арқылы сол шек деген нәрсені айтқым келіп тұрғаны, бұны бір күнге сыр көреді мына жаққа қарай. Бәрі мал сойлайын деп жатыр. Одан кейінгі мәселе, мынау құрбандық жаңа айтқандай, енді Аллаға шүкір біз енді жалпы мынау тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болғанымен мемлекетіміздің, бірақ құрбандық шалып иісі мұсылман қазақ болып келе жатқанымызға 30 жыл болған жоқ, 12 ғасыр болды қазір. 1200 жылдан бері қазақ даласында құрбандық шалынып келе жатыр. Аллаға шүкір. Не бір зұлмат замандар өтті, не бір қиын сәттер, соғыс замандар өтті басымыздан. Бірақ бұл құрбандық шалу үрдісі, альхамдулилля, шариғаттың біздің қазақ даласын тоқтаған емес. Енді биыл да Құдай тоқтатпасын, бұл қияметке шейін жалғасын, иншалла, осы сүйікті отанымызда, иншалла. Сол құрбандық шалуға да айтқым келгені, ел болып, халық болып дайындалу керек. Мен Мысырда енді сол 2005-тен 2012-ге шейін 7 жыл сонда білім алу нәсіп еттім, Алла Тағала. Сол жақта байқағаным осы ораза айтқа да, құрбан айтқа да бір ай қалған кезде дайындалады халық. Кәдімгі бір ай қалған кезде қала керемет тазартылады, бүткіл жерге айдыл мабрук, айдыл адахал мабрук, жаңа құрбан айт мүбарак болсын, құрбан айт қабыл болсын деп сондай плакаттар іле бастайды, сондай шамдар жаға бастайды, құрбан айтқа дайындалып. Бұл деген сөз дайындалу керек бізде де. Қазір құрбан айт жақындап келе жатыр. Қазір ниетімізбен қазірден бастап Құдай қаласа құрбандық шаламын мен биыл отбасымның атынан деп дайындық жасау керек. Және сол құрбандық көбірек барынша халыққа қол жетімді деп шалыну үшін барынша саудагерлер де оны ескеру керек те. Қой мен мал алып сатып жүрген саудагерлер бар ғой. Алла Тағала олардың саудаларына берекет беріп қояды. Қашан? Адамдардың шариғатқа талаптарына сай адамдарға барынша жеңілдік жасап, барынша Расулаллах айтады, кім бір мұсылман адамның жаңағыда қажетінде болса, Алла оның қажетінде болады дейді хадисте. Бізден өкінішке орай бір жаман нәрсе қалыптасып кетті. Сезон дейді ғой. Сезон. Мысалы баяғыда студент кезімізде осы Алматыдан елге қайтатын кезде ауылға қарай. Ана Сайрандағы автовокзалға барамыз. Таңертең барамыз, басқа нарық болатын. Кейде таңертең барамаға түстен кейін барсаң, 2 есе бағаға деді билет. Орында бәрі сатылып кеткен, еще бір жерге тауып береміз дейді. Неге қымбат? Бауырым ренжіме, бізде сезон қазір праздниктің алдында осындай болады дейді. Праздниктің анау мейрамның алдында студенттердің бәрін ауылына жібереді ғой. Сол кезде қынжылатындай, бұл не нәрсе мынау? Енді мейрам деген керісінше былай адамдарға скидка қылып, наоборот, мейрам сезіну керек шығар, мынандай қымбатшылықпен емес деп ойлайтынмын. Сол нәрсе өкінішке орай қазір құрбан айтқа да өтіп кетті да, саудагерлер дәл осы сезонды күтіп отыр қазір көбісі. Қазір қойын басын ұстап отыр, сатпай. Ертең құрбан айт 2 есе сатамын дейді. 3 есе сатамын дейді. Сат жарайды. Сатта келеткен шығарсын. Бірақ бір нәрсе айтқым келеді, онымен береке таппайды адамдар. Өйткені ол адамдардың мұқтаждығын пайдаланып, адамдар байлыққа қол жеткізсе, ол баракат болмайды дегенде ол жерде ғалымдар. Ол берекелі болмайды. Керісінше Құдай сақтасын, біреу налынып кетуі мүмкін мына жерде. Тесіп шықсын да ақшасынан. Не нәрсе мынау? Кеше ғана 50 мың деп тұрғанда 80 мың теңге, 30 мың қымбат кетті ме не? Одан кейін 30 мың теңге мен дастархан жайып, кішкене былай ас берем ба деп ойлаймын халыққа. Не қымбат болып кетті деп налынып кетеді де біреу. Мен алшы ақшаңды деп. Бірақ ол саудагерлер де ойлау керек та, оны өздері сатып алып ет қылып жейін деп жатқан жоқ қой. Мысалы халық не істейді? Таратады, үлестіреді. Отбасыларға, мұқтаж жандарға үлестіріп барынша қайырымдылық жасайды да адамдар. Ол адамды өз жерде саудагерді ойлау керек та. Адамдар сондай ақшасын Құдай үшін 50 мың теңгесін шығарып, Құдай жолында таратайын деп жатыр. Менде неге осыған 10 мың теңге қоспасқа? Әдетте 50 мың теңге сатылып жатқан болса, 40 мың теңгеге скидка жасап бер. Бауыр, негізі әдетте 50 мыңға сатып жатқанбыз бұны. Бірақ құрбан айттың құрметіне мен сен 40 мыңға берем, бауырым. Или 40 мыңға сатқанда 30 мыңға берем, бауырым. Әдетте негізі мынанша ет десе, енді сол енді құрбан шалынады ғой ертең. Ол етті біреу жейді. Бір мұқтаж бар, бала шағасымен бір риза болып, сорпасын ішіп жейді. Сол адамдар тағы қандай ізгі амалдар жасайды, соның басында саудагерді үлескер болады да саудаға. Саудачасың дейді ғой. Яғни адамдар күнәға үлескер болмау керек, сауапқа үлескер болу керек. Өйткені Алла Құран кәрімде деді, тағауану алал бирри ва тақуа деген. Сендер тақуалықта, ізгі амалда бір-біріңе көмектесіңдер дейді. Демек, құрбандық деген ізгі амал, оған көмектесу керек халық.
қалай көмектесу керек? Жаңағы қой сататындар барынша төмендетіп, барынша өз бағасын сатсаң да, әйтеуір осы жол пайда көрмесем де Алладан сауап алайын, халықтан бір алғыс алайыншы осы жол. Білесіз ба, соның есесіне келесі жыл 365 күн ғой бір жылда. Келесі жылға шейін сен құстай ұшасың дейді. Алла сен саудаңа баракат беріп қояды. Яғни келесі жылға шейін, Құдай қаласа, сен сауданың бағасын құрап тастайтын Алла Сүбхана тағала. Есен шығармау дейді, құрайтын да Алла, шаш беретін де Алла ғой. Сол адам өз пысықтығымен, ақылдылығымен бір жаңағы шустрый дейді ғой, ондаймен ешқашан құрай алмайды еш нәрсені. Оны құрайтын Алла Сүбхана тағала. Алланың баракаты қашан келіп орнығады? Сол кезде құрала бастайды да, ана тиын-тиынға құралады, мал-малға құрала бастайды дейді. Сол айтарымыз, мына базар өнімдерінде жаңағыдай көкөністері бар, басқасы бар. Мына мейрамға айтқым келіп жатқаны, сол халық кішкене үлес қосса. Барынша нарықты төмендетіп, барынша мейрамның құрметіне де енді. Өйткені ол ортақ бәрімізге, исі мұсылман қазаққа, исі мұсылманға бәрімізге ортақ мейрам болғандықтан, оған жаңа аяттағы бойынша жаңағы жақсылықта бір-біріңе көмектесіңдер деген аятқа амал істеп, соған үлес қосу керек те халық. Сол кезде иншалла біздің өміріміз жақсарады. Еліміз тынышталады. Қазір не бір қылмыстар естиміз, не бір апаттар естіп жатырмыз. Тағады. Не бір төтенше жағдайлар болып жатыр. Табиғи апаттар болып жатыр өңірлерде. Не үшін? Қашан адамның пейілі, халықтың пейілі нашарлайды? Пейіл нашарлау деген сөз, яғни шариғат ескермейді деген сөз. Қашан шариғат ескермей адамның пейілі нашарлайды халықтың, Алланың сондай азабы келе береді халықтың басына. Оны тыраштанып етті, мына жақтан өндіріп алғың келіп тұрады. Мына жақтан еселеп қайтарып жібересің де оны. Сол үшін ең тиімді вариант жаңа айтылғандай Алланың разылығы үшін құрбандық шалу. Және оны барынша жаңағыдай халыққа барынша жыл өткен сайын барынша не істеу керек? Халық соны дағдыланса деп айтқым келеді да. Мен жаңа айттым, Мысыр мемлекетінде қасапханалар бар ғой, құрбандық шалатын. Олардан бөлек қаланың ішінде, осындай прям қаланың ішінде құрбандық шалуға арнайы орында дайындап тастайды. Өте көп орындар. Өйткені халық бір мезетте құрбан айттан кейін анау қасапханаға барып үлгере алмайды. Атау халық көп та құрбандық шалатын. Соны мен 2005-те барған жылы сол бірінші құрбан айтты көргенім. Енді сол арнайы көшедегі жаңағы мал соятын жерлердің өзінде адам көп. Сонымен подъезд дейміз ғой енді. Үйінен шығаса дворларда адамдар сойған кезде көшенің бәрі қан болып кетті. Енді Африка құрлығы, Мысырды білесіздер. Мен ойладым, мына қазір қалада қан сасиды қазір. Эпидемия. Страшный нәрсе ғой ол. Қалай болар екен деп мен бірінші барған жылым. Түске дейін, есімде сол түске шейін құрбандық шалынып, қан болып, бүткіл қаланың бәрі, көшенің бәрі рәсуа қан ағып жатыр прям бұланда. Халық өте көп деді ол жақта. Сол өзімізде 85 миллион халық еді. Қазір 120 миллионға жетті олар. Сол қарап отырсам, мысалы, сол жаңа Каир қаласында Астана 20 миллион халық болатын, Астананың өзінде нақты. Сөйтіп асырға қарай бір бұлт келді. Жауын бар ғой. Негізі ол жақтарда Африка құрлығында жалпы мен түсінгенім, жауын жауа бермейтін жерлер. Өте сирек. Бір жылда бір жауса жауады, жаумаса ол да жоқ. Сол дәл құрбан айт күні. Құрбан айт күні 3 күн құрбан шалды ғой. 3 күн асырдан кейін бір бұлт келеді осылай. Жауған кезде енді тур мынау елімізде көктемнің жаңбыры бар ғой, ақ жауын дейді ғой. Кәдімгідей үйге бір жерге паналап тұра қаласың, жауған кезде қаланы жуып шығады ғой былайынан. Жауыннан кейін күн шығады, қарасаң қала тап-таза. Енді бірінші жыл сондай жағдай болды, мен екінші жыл ойладым, былтыр енді сондай болып қалды ғой деп. Кейін сол жақта кісілерден естідім, әр жыл осындай болады деді. Келесі жыл күттім мен соны. Көрейінші, келесі жыл тағы сондай бола ма екен деп енді. Әрине Алланың құдіретіне күмән жоқ қой. Бірақ тағы да көргім келді де соны. Екінші жылы дәл солай түске шейін күн ыстық, елдің бәрі шашырап тұрып, қанын ағызып, құрбандығын шалды, қаланың бәрін рәсуа болды. Дәл сол көрініс. Асыр қарай бұлт келеді, жауған кезде нөсерлетіп, қаланы тазалап кетеді. Сол 7 жыл жүрдім сол қалада, бауырлар айтып келгені. Кейін соның бәрін сол жылда әр жыл көремін мен. Неге? Өткен халық 100% ниет солай.
Алла үшін Аллаға жақындаймын құлшылық арқылы, құрбандықпен. Олар 100% сенімді, Алла Тағала қаланы тазалап беретін деді. Көрдіңіз бе? Міне сол айтқымыз келген, біздің елде де сондай жағдайға жетуіміз нәсіп етсін, Құдай қаласа. Әрине қазір бізде арнайы орындар бар. Арнайы құрбан шалатын орындар жасалып қойды қаланың ішінде. Бірақ айтқымыз келгені, сол биылда атсалысып, құрбандық шалынып, барынша халыққа үлестірілсе, иншалла. Бірақ айтқандай, онымен қойдың басы азайып қалмайды. Керісінше қойдың басы көбейеді сонымен. Алланың баракаты келеді. Қашан біз тыраштанып оны, Алланың ризығын қызғанған кезде, қазақ айтады, байдың малын бай осы қызғаныпты дейді. Шалып атқан біреу, әңгіме қылып атқан біреу да мына жақта. Ой, неге қойларды қыра бересіңдер дейді. Мынандай кішкене бір жаңағыдай бір қиын жағдай болып тұрған кезде доғарға болмай ма дейді. Жоқ, доғарға болмайды. Өткен біздің негізгі адамдық миссиямыз өмірге келгендегі. Алланың шариғатын орындау үшін ғана келгенбіз өмірге. Біз сол үшін ғана өмір сүріп жатырмыз. Алла біз сол үшін жаратқан. Ома холақты джинна вал инса илля лиябудун дейді аятта. Жындар мен адамдарды біліп қойыңдар, мен өзіме құлшылық жасау үшін ғана жараттым деді. Сол құлшылықтың бір түрі ол құрбандық шалу. Ол да құлшылық. Міне Алла қаласа, иншалла биыл өте жақын санаулы күндер қалды. Соған ел болып, халық болып, иншалла биылда құрбандығын шалуымыз нәсіп етсін. Шалынатын құрбандықтар Алла қабыл етсін. Келесі жылы құрбан айтқа 4 көзіміз түгел, иншалла. Ата-анамызбен, айыр бала шағамызбен, жамағатымызбен баршамыз амандықпен жетуді нәсіп етсін, иншалла. Субханак астағфирука ва атубу илейк.